Сәлеметсің бе, Әли? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың тақырыбы әдепсіз. Экранға назар аударайық. Әдепсіз өлеңін оқып шығайын. Сен менің артымнан қайтала, кейін өзің оқып шық. Барлығына сен дейді, еш ақылға келмейді. Кездескенде үлкенге сәлемін де бермейді. Есті сөзге ермейді. Менің орным төр дейді. Автобуста үлкенге тұрып орын бермейді. Үлкенге сөз бермейді. Ақыл айтсам көнбейді. Әдепсіздің қылығын өз бойынан көрмейді. Ал Әли, әдепсіз деген қандай бала екен? Дұрыс айтасың, Әли. Әдепсіз үлкендерді тыңдамайтын, сыйламайтын, есті сөзге ермейтін, жақсы сөзді тыңдамайтын баланы айтады, иә? Үлкендерге автобуста орын бермейтін баланы әдепсіз бала деуге болады екен. Так, енді төр деген сөз нені білдіреді? Төр жасы үлкен адамдар, қонақтар отырғызатын сыйлы орынды төр дейді екен. Енді тапсырмаларды оқып көрейік. Үлкендермен неге сәлемдеспейді? Қалай ойлайсың? Неліктен? Әдепсіз бала үлкендермен сәлемдеспейді. Дұрыс айтасың, өйткені ол әдепсіз бала. Ол ондайға үйренбеген бала. Әдепсіз балалар үлкендермен амандаспайды. Автобуста орын бермейтін, жақсы сөздерді тыңдамайтын баланы кім дейміз? Әрине, әдепсіз бала дейміз. Жақсы. Әдепсіз бала қандай болады? Әдепсіз бала барлығына, үлкенге де, кішіге де сен дейді. Кездескен үлкен адамдарға сәлем бермейді. Өзі жақсы сөзге ермейді. Әдепті бала қандай болу керек? Қанеке, ойланып көр. Біз жаңа әдепсіз бала туралы айттық. Енді әдепті бала қандай болады? Әдепсіз балаға қарама-қарсы мінезі болады, иә? Ол үлкендерге сәлем береді, есті сөзге ереді, үлкендерге орын береді. Ақыл айтса көнетін баланы айтады ақылды әдепті бала деп, иә? Әдептілікті біз кімнен үйренеміз? Әдептілікті біз әдепті балалардан, үлкендерден, сыйлы адамдардан үйренеміз, иә? Жақсы. Тірек сөздерді оқып, әңгіме құра. Тірек сөздерді оқып көрейік. Әдепсіз бала, жақсы сөз, автобус, сыйламау. Осы сөздерді пайдаланып, шағын әңгіме құрастырып айтып бер. Келесі тапсырма. Өлеңнің алғашқы шумағын оқы. Өзіңнен жасы үлкен адамдармен сен деп сөйлесесің бе? Мектепте, көшеде таныс адамдарды кездестіріп қалатын болсан, сәлемдесесің бе? Әлде амандаспай өтіп кетесің бе? Осы сұрақтарға жауап бере ғой. Келесі суретке назар аударайық. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Әдепті бала мен әдепсіз баланың айырмашылығын айт. Ал қара, бірінші суретте бізде әдепті бала дейді, иә? Неліктен ол баланы әдепті бала дейміз? Екінші суретке назар аударайық. Екінші суретте әдепсіз бала дейді. Неліктен әдепсіз бала? Суретке қараш. Жақсы, дұрыс айтасың, Әли. Өйткені әдепсіз бала үлкендерге орын бермейді. Ал әдепті бала үлкендерге орын береді, иә? Жақсы, мына жерде бізге керекті сөздер жазылған екен, иә? Әдепті бала және әдепсіз бала қандай болады екен? Әдепті бала үлкендермен
сәлемдеседі, өзінен кішілерге көмектеседі, достарын ренжітпейді, автобуста үлкендерге тұрып орын береді, ата-анасының ақылын тыңдайды. Жақсы, есіңе мұқият сақтап ал. Ал әдепсіз бала ше, үлкендерді сыйламайды, достарын ренжітеді, автобуста үлкендерге тұрып орын бермейді. Мінекей, әдепсіз бала осындай болады екен. Енді әлі дәптермен жұмыс жасайық. Сұрақтар мен тапсырмалар. Суреттегі балалардың орнында болсаң не істер едің? Бірінші суретке қара және екінші суретке қара. Осы балалардың орнында болсаң, сен не істер едің? Жауап берген соң, осы суреттерді әдемілеп тұрып бояй қой, жақсы ма? Келесі тапсырмаға қарайық. Әдепті бала қандай болу керек? Төменде берілген сөздердің ішінен қажетті сөздерді тауып, жаз. Өтірік айтады. Біз ол сөзді жазамыз ба? Әдепті бала өтірік айта ма? Әрине айтпайды, оны біз жазбаймыз, жақсы. Сәлемдеседі. Әдепті бала сәлемдесе ме? Әрине сәлемдеседі. Келесі сөзді оқайық. Көмектеседі. Әдепті бала көмектесе ме? Әрине көмектеседі. Кішіпейіл. Әдепті бала кішіпейіл бола ма? Әрине. Қамқор. Әрине қамқорлық көрсетеді, кішкентайларға қамқорлық көрсетеді, өзінен кішілерге, үлкендерге, жануарларға қамқорлық жасайды. Сыйламайды. Әдепті бала сыйламай ма? Әрине, ол мінез құлық, әдепті балаға жат қылық. Оны жазбаймыз. Шыншыл. Әрине, әдепті бала шыншыл болады. Әдепті бала әрқашанда шындықты айтады. Ендеше сәлемдеседі, көмектеседі, кішіпейіл, қамқор, шыншыл деген сөздерді төменге жазып шық. Келесі тапсырма. Берілген кестені оқып, көп нүктенің орнына қажетті сөзді жаз. Не істеуге болмайды, не істеу керек? Үлкендердің алдынан не істеуге болмайды? Кесіп өтуге болмайды, дұрыс айтасың. Кішкентай баланы не істеуге болмайды? Дұрыс, ренжітуге, жылатуға болмайды, Құстарды не істеуге болмайды? Құстарды атуға болмайды. Көп нүктенің орнына осы сөздерді жазасың, жақсы ма? Сабақтан не істеуге болмайды? Қашуға болмайды, дұрыс. Енді келесі кестеге назар аудар. Не істеу керек? Үлкен кісіні көргенде не істеу керек? Тоқтап амандасуымыз керек. Үлкеннің сөзін не істеу керек? Үлкеннің сөзін тыңдау керек. Үлкендерге құрмет көрсетуіміз керек. Достарды ренжітпеуіміз керек, Жақсы. Әлі, менің ойымша бүгін біз сенімен әдепсіз бала және әдепті бала қандай болу керек екенін түсінген сияқтымыз, Енді сен үйде берілген мәтінді оқып шық. Мәтінді болғанда, жаңағы өлеңді оқып шық, мазмұнын айтып көр. Өлеңнің бір шумағын жаттап ал. Тапсырмалардың барлығын жақсылап тұрып орындап шық. Жақсы, рахмет. Келесі кездескенше сау бол, Әли.